Армысыздар, ассалаумағалейкум, құрметті біздің достар, құрметті тыңдарман. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Ажырасуға дайынсыз ба? Дегенде алдында некеге дайындық деген тақырыпты бастадық. Міне осымен екінші ай, ақпан, қаңтарда бастадық. Міне ақпан, сонымен 2 айда келесі жолы сіздерге жаңа тақырып ұсынылады. Некеге дайындық тақырыпты бастадық, бірақ ұсыныс ретінде бізді тыңдау үшін сіздердің біз мынандай сөздер айтқан едік. Асеке, еске ала кетсек. Егер де үйленгің келсе, ажырасуға дайындал дейді. Иә, ажырасуға дайындал. Ажырасуға дайындалсаң, онда үйленуге дайындал. Иә. Енді бүгін келесі тақырыбымыз осы неке бойынша айтып жатқан болсақ, бақытты отбасы бұл мүмкін. Мүмкін, иә. Кейбір адамдар расында да анаға ажырасып жатыр, мынаға ажырасып жатыр, үйлерде қырылып жатыр, балалар дұрыстап тәрбиеленбейді. Сонымен кейбір жастар, қойшы мен 40-қа дейін жүремін, кейін көреміз, үйленсек үйлендік, үйленбесек солай өмір сүре беремін. Онда үйде тұрғанша тұрмай қойған артықтар сонымен үйленбейді. Өйткені олар айналада болып жатқан жанұяларды көреді да, оны жанұяларын қаламайды. Иә. Ал негізі бақытты отбасы ол мүмкін. Енді адамдарға ондай көңілі қалған адамдарға сұрақ қойсаң, мүмкін бе, мүмкін бе десең, мүмкін емес пе десең, әрине олар мүмкін емес шығар дейді. Иә, өйткені кейбіреулерде мүмкін, бірақ былай қарағанда енді әйел адамды түсінуге өте қиын ғой. Иә. Енді неке бізге өмірдегі ең үлкен мүмкіндіктердің бірін және оның ең үлкен қиындықтарының бірін береді екен. Ең жақын қарым-қатынастарды құру мүмкіндігі, олардың артықшылықтары, олардың шегінен әлдеқайда асып түседі. Басқа адамды сүюдің не екенін білуге, өз қажеттіліктерімізден шығуға серіктесіміз үшін не маңызды екенін білуге, содан кейін өз мінез құлқымызды түзетуге арналған өмірлік сынақ екен. Сіздің басымдылықтарыңыз туралы келісіңіз. Әрине ол орысша айтқанда приоритет, болмаса маңыздылар. Иә, маңызды нәрселер туралы келісу керек екен. Біздің мінез құлқымыз әртүрлі болуы мүмкін, бірақ бірдей негізгі құндылықтар мен келісілген басымдықтар жиынтығы ерлі-зайыптыларға берік неке құруға мүмкіндік береді. Бір-біріңізбен армандарыңызды, ұмтылыстарыңызды, үміттеріңізді және тілектеріңізді бөлсіңіз. Құдаймен қарым-қатынасыңызды бірінші кезекте некеңізді, содан кейін балаларыңызды, егер сізде бар болса, әрине. Содан кейін барлық басқа нәрселерді және басқалардың барлығын басты орынға қойыңыз. Сіздің басымдықтарыңызды әсер ететін 4 сала бар екен. Біріншіден, достық. Жұп ретінде оқшауланбаңыз. Әрбір неке қолдау шеңберін қажет етеді. Достық. Некеңізге қауіп төндіретін кез келген қарым-қатынастан қорғаңыз. Өзіңізді алдау қауіпінен сақтау үшін шекараларды белгілеңіз. Бұл өте маңызды достық үшін. Өйткені достардың арасында қандай қарым-қатынас болады? Ашық, көңілдері жақсы дегендей. Біз мысалы достарымызбен шутить етеміз ғой? Қалжыңдасамыз, иә. Әрине осындай қалжыңдар болу керек. Сенімшілік болу керек. Роботтар сияқты болмау керек дейсің ғой, жанұяда. Екіншіден, балалар және отбасылық өмір, бұл енді балалы болудан үміттеріңізді талқылауыңыз керек. Кішкентай балаларыңыз болса да бір-біріңізге уақыт бөлуді жалғастыруыңыз керек. Өткен тақырыпта айтып кеттік, кішкене жанұямен бірге өткізетін уақыттан басқа әйеліңізбен, күйеуіңізбен уақытты ерекше өткізу керек. Киноға бару, ресторанға бару, немесе тағы басқа жерге бару, бірақ ерекше балалардан бөлек. Өйткені бұл жерде осы достық қарым-қатынас өте жақсы ашылады. Бірақ бір жағынан, мысалы, балалар бір жағынан жанұяда кедергі болмау керек деп ой болу керек. Адамдар ойлайды, міне бір-бірімізге уақыт жоқ. Енді ойда балалар кедергі, бұны сөзбен айтпаса да, балалар кедергі болып есептеледі да олар үшін. Әне бір-бірімізге уақыт таппадық деп, сонымен балалар кедергі болады. Бүгін кетіп баратсам, бір әйел кішкентай баланы, ана 3-4 жасар, артын жылап не істеп жүрді, енді түрпектеп айқайлайды. Біздер енді балаларға айқайлайды. Сонда бала ол бұл өмірге келгені өкініш болып жүр, да? Өкінішті болып жүр, иә. Әрине ол өсе-өсе сол оймен өседі. Иә. Өкінішті болып. Мені күтпеген деп, иә. Өйткені сіздер енді жоспарладыңыз, жоспарламаса да
ол бала бұл өмірге келгені кінәлі емес. Иә. Ата ана. Біз өзіміз ол өмірге әкелдіңдер ме, оған дұрыс қарау керек. Кедергі болмау керек. Қандай жерде де уақытты бәрін жоспарласаңыздар дұрыс болады. Енді міне басымдықтарымыз туралы айтып жатқан болсақ, біріншісін біз айттық, достық, екіншісі бұл балалар және отбасылық өмір, үшіншісі бұл жұмыс. Бір-бірімен жарыспау өте маңызды. Өйткені егер менің айлығым көп, менің айлығым көп, мен міне көп істеймін, мен мына үйде істеймін, мен мына жақта істеймін, егер мұның бәрін санасам, маған айлық бер онда дегендей. Барлығын толтырып айтқан кезде санаспа дейді ғой. Санасу, иә. Осы жарысу немесе санасу әрине жақсы нәрсеге алып келмейді. Жұмыспен бала күтімін қалай теңестіру керектігін талқылау керек. Иә, әрине. Әрине, сен не істейсің? Мен не істеймін? Осы жерде не істейміз? Иә, оны бәрі шешіп жоспарламасақ, онда соңына дейін келтіре алмаймыз. Иә, жоспарлаған ең соңына келетін нәрсемізге жете алмаймыз. Иә. Сосын тағы руханият, төртінші Асеке бірінші жөн айта кетті, руханият. Оған негізгі нанымдарыңыз туралы білу сіздің бір-біріңізге жақындатады. Балаларыңызға қандай нанымдар мен құндылықтарды бергіңіз келетіні туралы сөйлесіңіз. Әрқайсымыз Құдайдың сүйіспеншілігін, кешірімін және біздің өмірімізге қатысты мақсатын сезіну және көру үшін Құдайға жүгінсек, біз бір-бірімізді жақсырақ сүйе аламыз. Бір жағынан бұндай қарым-қатынасты жаңағы кейбір психологтар айтады ғой, үшбұрыш дейді. Екі жерінде, екі бетінде бұрыштың екі бұрышы, бір бұрышы ол ер адам, бір бұрышы әйел адам, енді күйеу мен әйелі. Ал үшінші бұрышы Құдай. Егер де ер адам Құдайдан алыстаса, сондағы әйелінен алыстағаны, болмаса әйел Құдайдан алыстаса, күйеуінен алыстағаны, ал екеуі де Құдайдан алыстаса, бір-бірінен алыстағаны. Бір-бірінен де, Құдайдан да, иә, Құдайдан алыстағаны. Былай қарағанда өзінен де. Иә, енді келесі нәрселерді айтатын болсақ, біздің енді темпераменттеріміз бар. Әрқилы темпераменттеріміз бар. Бірақ енді жанұя туралы айтып жатқан болсақ, енді барлығымызда екеуінің міне қоспа, енді мына екі нәрсенің авантюристер және мына домосеттер дейді ғой. Домосеттер немесе үйде отыратын адамдар. Осы барлығымызда екеуі диванда жататындар дейді. Иә, диванда дұрыс айтасың. Мына осы барлығымызда екеуінің қоспасы болса да, қайсыңыздың темпераменті, тұрмыстық қайсыңыздың темпераментіңіз үйшіл екенін анықтауыңыз керек. Мына авантюристер өмір беретін барлық мүмкіндерді пайдаланғысы келеді. Олар некені бірлескен кәсіпорын ретінде қарастырады. Оқиға іздеушілер қарым-қатынасқа қуат пен жаңа тәжірибе әкеледі. Ал домосеттер ше? Қалай ойлайсың? Әсеке, домосеттер некелерін өмірдің барлық оқиғалары мен қиындықтарынан кейін қайта оралатын қауіпсіз баспана ретінде қарастырады. Домосеттер қарым-қатынасқа жүйелілік пен тәртіп әкеледі. Авантюристер де, домосеттер де қарым-қатынасқа бірдей маңызды үлес қосады. Иә. Жанұяның ішінде болып жатқан уақиғаның болмауы қарым-қатынасыңыздың тоқырауына немесе тұрып қалуына әкеледі. Уақиғалардың артық болуы шамадан тыс жүктелуге әкелуі мүмкін. Уақиғаның энергиясында қалпына келтірудің сенімділігін де бағалау ерлі зайыптылар ретінде сіздің жауапкершілігіңіз бұл жерде әрине маңыз. Әрбір некеде уақиға ішінде, үй ішінде жеткілікті орын болу керек. Осы екі күш сіздің некеңізде жақсы жұмыс істегенде некенің өзі негізгі өмірлік оқиғалардың біріне айналады. Сонымен достар, расында да бақытты неке ол мүмкін. Иә, мүмкін. Мінекей бүгін біздің соңғы некеге арналған тақырыбымыз. Бірақ та болашақта біз әлі жанұяға жайлы арнайы тақырыптар болады. Тәрбие жайлы, мысалы некеге дайындық тақырыптар ғой. Ал болашақта некеге тұрып қойған соң, бірақ ол қиындықтарды қалай шешуге мүмкін, сондай тақырыптарды көтереміз. Әсеке, қалай ойлайсың, сен жанұяң, сен бақытты жанұя деп ойлайсың ба өзіңнің жанұяңды? Әрине, міндетті түрде. Міндетті түрде менде. Сондықтан біз енді Асеке екеуміз осылай ойлайтындай, сіздерге де осындай тілегіміз. Жанұяларыңыз керемет болсын, берекелі, Алла тағала өзі батасын беріп, өзі сіздерді жетелеп, бақытты, расында да қуанышты жанұя болыңыздар. Аумин. Аумин. Келесі жолға дейін сау болыңыздар. Сау болыңыздар.